Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, эфирде жаңалықтар сіздермен бірге Рахат Сейтхан. Сурдаудармада Светлана Слесарская. Алдымен аңдатпаға зер салайық. Әнші композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Қалибек Дербісалдин 70 жаста. Халқының алғысына бөленген танымал тұлғаға құрмет көрсетіліп, облыс әкімінің атынан алғыс хат табысталды. Сондай-ақ төс белгі тағылды. Елімізге есімі кеңінен танымал әнші композитор өнер жолында елеулі орны бар Қалибек Дербісалдин 70-ке толды. Еліміздің құрметті азаматын қоғам қайраткерлері мен мемлекеттік қызметкерлер мерейтойымен құттықтады. Сонымен қатар облыс әкімінің атынан алғыс хат пен төс белгі табысталды. Қостанай облысының әкімі Құмар Іргебайұлы Ақсақаловтың тапсырмасымен облыстық мәслихаттың хатшысы Сайлаубек Ерғазыұлы Ишан бастаған бір топ мемлекеттік қызметшілер және қоғам қайраткерлері ағаны мерейтоймен құттықтап жатыр. Бұл жерде ең бастысы ағамыздың сол ағадал көңіліне өзіміздің ықыласымызды білдірсек, ары қарайғы шығармашылығына шабыт берсек деген ойымыз бар. Алдағы уақытта Қалибек Дербісалдиннің әндерін орындаушылардың республикалық көктем қыздар ән байқауын өткізу жоспарланған. Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Қалибек Дербісалдин бауырлары мен балаларына жастайынан ұлттық рухта тәлім тәрбие берді. Бүгінде ұлдары әкесінің ізін жалғап өнер жолында жүрген талантты жандар. Айтуларынша, осындай танымал тұлғаның атына кір келтірмей, істеріне аса құптылықпен қарауға тырысады. Басы болу, бұндай кісілердің атын, абыройын, атағын алып жүру өте оңай емес. Осы үш баласының ішіндегі ең осы кенжесі, мен сол кісінің өнерін қуып жалғастырып келем. Мен де сазгермін. Сол себептен енді бұл кісінің әндері әлде ел аузына қалады деп ойлаймын. Қазақстанның енді көптеген жұлдыздары орындап жүр, бірақ әлі шықпаған әндері көп. Кеше осы біздің қалалық мәдениет бөлімі челлендж ұйымдастырды. Барлық облыстардың мәдениет үйлерінен осы кісінің Қалибек Дербісалдиннің әндерінен челленджі бастап, соны жалғастырып жатыр. Барлығы жақсы өтуде. Өнер десе ішкен асын жерге қоятын жерлесімізді барша қазақстандықтар талантты композитор ретінде жақсы біледі. Мерейтойға орай өнер қайраткерлері әлеуметтік желі арқылы жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Сонымен қатар облыстағы барлық мәдениет үйлерінің қызметкерлері ағамыздың әнін орындап арнайы челлендж ұйымдастырды. Әйгерім Төлепова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.